Бірнеше күннен бері қарай бүткіл интернет желісінде бірі шығып жатыр, екіншісі біреулер хайп үшін шығады, біреулер тағы басқа дегендей. Бұның бәрі неден болып жатыр десек, қай жақтан келген блогерлар? Азербайжанның блогерлары. Азербайжанның блогерлар негізінде ең басын бастап келген осы блогерлардың. Кім еді осы, сен білесің ғой? Қалай болып басталды осы? Блогердің мынау негізінде мынау бізде Акош деген қыз болды ғой, Томпақ. Қазір де отырады енді. Осырақ қыз. Осырақ қыз. Осырағын 5000 теңге дейтін. Вот негізінде солмен бірге Фуат деген Азербайжан жігіті, бірақ өзі Ресейде дәрігер болып жұмыс жасайды. Сол жігітпен батыл ойнап бастаған. Сөйтіп солмен батыл ойнап бастағанда, сол батылдың арқасында жаңағы Азербайжанның блогерімен кездесу үшін Ресейге Акош барады. Ресейге емес, Азербайжанға Акош барады. Сонда мен айтады, мені қазір бізде мына жолына ақшасының барлығын халық жинап береді, өздері жібереді. Ана Акош деген қыз, ол бір қатын емес, әлі қыз бала емес па? Қыз ғой, бірақ енді аузын жап. Қыз болғанда да не ғой, енді айта алмаймын енді ол қызды қандай қыз екенін. Бірақтан да бізде мынау жоқ, ол қызға тіл тигізуге болмайды, қазір түтіп жейді. Жоқ, мен айттым ғой, айта алмаймын деп, оны жақсы да жаман деп те айта алмаймын, бірақ біздегі ең үлкен күнәміз, біздің өзіміздің күнәмізді мойнауымыз керек қой. Қателігімізді. Бізде мынандай жағдай. Жаңағындай бізде осы Акош деген қыз, как раз ол не ойнап жатқан кезінде, батыл ойнап жатқан кезінде, сонымен спорласып жаңағы неге барады, жаңағы Фатпен кездесуге барады. Сонда бізде мынау жаңағы тиктокта отырады, 2003 қаралым жаңа Акошта. Сол мына қазіргі келіп бізге мына блогерлардың қазір қазақ қыздары туралы айтып жатқан бүкіл мынау теріс пікірлері, мына келіп отырған жаңағы блогерлар, солардың теріс пікірлері негізінде бізде Акоштан басталды. Ол рас нәрсе. Сол Акошты құтыртып, соған ақша жинап, Акош арқылы қазақтың қыздарын таныды. Қазақтың қыздарын таныды, қазақтың жеріне келіп жаңағындай аузына келген айтуға болады деген, білмеймін, мен сондай ой қалыптасқан деп ойлаймын мен. Бұлардың қыздары осындай деңгейде қыздар екен деген шығар. Енді ол біз мысалға адамына кездеспей жүр ғой. Бірақ енді не істеді жаңа? Екеуіне 15 күн қамауы беріпті, бірақ 15 тәулік беріпті, бірақ мына біздің айтатыным Азербайжандардың осы ұшағы, білесіз ба, апатқа ұшырап біздің Ақтауға барып қонғанда бірінші қазақтан көрді ғой көмекті, дұрыс па? Қазақтан көрді. Біздің мына қазаққа бар ғой да, біздің қазақтың жақсылық жасамаған ешқандай ел қалмаған шығар деп ойлаймын өзімше. Өйткені қарап отырсаңыздар, қазақтардың жақсылығын тарихта да бар, ол нәрсе барлық жерде бар. Біздің соншалықты біз міне кешегі апатқа ұшыраған жағдайда Азербайжандарға біз қандай поддержка бердік та, бірақ солардың блогерлары келіп біздің қазақтың қыздары туралы, енді білмеймін, біздің қазақтың қыздарын ең төменгі санатта, былай айтқанда, жаңа бір жезөкшенің санатында көріп отыр да, бірақ бұл нәрсенің мынау ең үлкен жараның өзегі, бірақ өзімізден шығып отыр. Сол Акошта, естеріңізде болса, Акош сол Азербайжанның блогері Фуатпен кездесуге барған кезінде, осында 2003 қаралымен отырды сол қыз. Сонда соған жолына ақша жинап беріп, елпілдетіп қыдыруға жіберткен, мына біз өзіміз боламыз. Енді міне, бір қарынмай, бір құмалақ, бір қарынмайды шіртет демекші, бір қыздың сол жаққа жаңа еркек үшін өзінің барғанының кесірі, міне қаншама біздің қазақтың қыздарының төмендетуіне алып келді. Бұлардың барлығынікі, мен сіздерге айтайын, бұлардың барлығынікі бүйтеді. Біз батыл ойнаймыз. Бағана маған ана Индира деген келіншек айтады. Мен осы тиктоктан 500 мың айлық алып отырмын дейді. Сондықтан қыздар, бағанам өзің көрдің, намысты қыздар шығып жатыр, бізге айтады. Қазір қанша қыз керек, 10 мың ба, 20 мың ба қыз жиналайық дейді. Қыздар, қазақтың қыздары жиналайықтағы, мына Азербайжанның жаңағы блогерлары. Оны Ресейдікі дей бермеңіздерші. Азербайжанның блогерлары ғой, барлық Азербайжанның балалары ғой. Соларға осы Қазақстанға кірмейтіндей қылып, қазір неге барайық деп отыр. Сондай қол жинайық дейді. Не ол 15 күн деген? Петиция жинайық, қандай да шара қолданайық дейді. Жігіттер барып ұрып жықсын, үйтсін, бүйтсін, керек жоқ. Оны ұрып жыққанда оларға 15 күн берсе, ертең біздің балаларға, біздің жігіттерге 15 жыл беріп жібереді. Қылмыстық іс қозғалады. Сондықтан заң аясында талап қоюымыз керек. Бұларды Қазақстаннан депортация жасасын, кіргізбейтіне, депортация деген бізде емес, келген адамдар ғой. Бізге кірмейтін қылсын оларды. Яғни елімізді жібердік қой баяғыда Ресейге кіруге тыйым салып. Сол сияқты біздің де өзіміздің менталитетіміз бар, ұлттық құндылығымыз бар.